Баршаңызға сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Бізге ең алдымен жылы сүтімізді таза ыдысымызға құямыз. 320 мл сүт қажет. Және 2 жұмыртқамызды шанышқының көмегімен жақсылап араластырып аламыз. 2 жұмыртқамызды саламыз. Және 5 ас қасық қант саламыз. 5 грамм ашытқанымызды саламыз. Жақсылап осы қоспамызды жақсылап араластырамыз. Видеоның маңызды сәттерін жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізіп аламыз. Ұнның тығыздығы әртүрлі болғандықтан плюс-минусына қарап саласыздар. Мен 550-600 граммдай ұн қолдандым. Және де 1 шай қасық тұз саламыз. Жақсылап араластырамыз. Яғни ұны аздау болса, аздап қана қосыңыздар. Енді 30 грамм ерітілген сары майымызды құйып, жақсылап қолымызбен қамыр илейтін боламыз. Бізде қолға сәл жабысып тұратын қамыр шығады, оған уайымдамаңыздар. Бетін жауып, пищевой пленкамен жауып, 10 минутқа қойып қоямыз. Он минут өткеннен кейін қамырымызға аздап сұйық май құйып, жақсылап және 3-5 минуттай жақсылап илейміз. Және бетін пищевой пленкамен орап, жылы жерге көтерілгенше 1-1,5 сағатқа қойып қоямыз. Ал біздің қамырымыз көтерілді. Қолымызбен басып, жан-жағын жинақтап аламыз. Қамырымызды қолымызбен жақсылап домалақтап, әдемі пішінге келтіріп аламыз. Қамырымызды 3 бөлікке бөлеміз. Және әр қайсысын 3-ке бөлеміз. Яғни бізде 9 дана қамыр шығады. Қолымызды аздап майлап жібереміз де, барлық қамырларымызды осылай дөңгелектеп шығамыз. Бетін жауып 10 минутқа қоямыз. 10 минуттан кейін қамырларымызды алып, дәл осы видеодағыдай жаямыз. Яғни қолымызбен 1-2 басып, үстінен оқтаумен де 1-2 ғана басып, қамырымызды дәл осылай шетінен орап шығамыз. Шетін бекітіп шығамыз. Және де 1-2 айналдырып, қолымыздың бір шетін қамырды ұстап тұрып, тек бір қолымызбен ғана дәл осы видеодағыдай бір қолымызбен жаямыз. Ал енді оқтаудың көмегімен сәл ғана бірінші бас жағын жалпақтау етіп, аяқ жағын сәл жіңішке етіп, дәл осылай видеодағыдай жасап, орап, қамырларымызды дәл осылай орап шығамыз. Шетін бекітіп қоямыз. Мінекей бізде осындай әдемі қамырымыз шығып жатыр. Барлығында дәл осылай видеода көрсетілгендей етіп
жайып орап шығатын боламыз. Қамырды өте жұқа етіп жайып жібермеңіздер. Оқтаудың көмегімен тек 1-2 бассаңыздар болғаны. Шетін бекітіп, неге бір қолымызбен шетін елеп шығамыз. Қамырларымызды ораймыз. Неге шетін бекітіп қоямыз. Бізде осындай әдемі қамырларымыз шығып жатыр. Қамырды қатты басып жаюдың қажеті жоқ. Қамырға салмақ салмай, жай ғана жеңіл осылай қолымызбен немесе жаңағы оқтауменен 1-2 үстінен басып жібереміз. Қамырларымызды пергамент қағазын формаға төсеп, бетін жауып 5 минутқа қалдырамыз. Енді жұмыртқаның сарыуызына 1 шай қасық сүтті қосып, жақсылап барлығына түгел жағып шығамыз. Пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. Әр пештің қызуы әртүрлі болғандықтан 150-180 градустың арасында 35-40 минутта пісіреміз. Жұмыртқаның сарыуызын жағып болғаннан кейін бетіне күнжіт сеуіп шығамыз. Қызып тұрған пешке жібереміз. Неге достар, біздің әдемі пышный булочкаларымыз дайын болып пісті. Пышный сондай жұмсақ болып піседі. Сіздер де дәл осылай осы рецептпен жасап дайындап көрсеңіздер болады. Арасы да мінекей толықтай піседі. Менің арнамнан алыстамас үшін үнемі осындай рецепті көріп отыру үшін каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Баршаңызға ас болсын.